Әскерге аттанардан бір күн бұрын Сабыр Қараойға қарай құстай ұшты. Әкесіне көмекші болып жүрген Айзаттың таңғы 6-да қой үргізіп шығарын жақсы біледі. Қараойдың жазығы біткесін басталатын үлкен жотаның биігіне шығып алып, сонау алыста сағыммен бірге ағараңдаған қой ауылға тағатсыздана көз тігеді. Әлден уақытта көрінді-ау күткен салт атты. Алдында бір қора қойы бар Айзат малды асықтырмай жайлап қайырып келеді. Анда-санда табыннан жырақ шыққан қозы-лақты хайт-хайт деп қайырып қояды. Таңғы жаңғырық қыздың нәзік даусын алысқа іліп ала жөнеледі. Алдындағы жотаға көзі түскен Айзаттың қуаныштан жүзі бал-бұл жанып шыға келді. Сабыр ғой анау дәл өзі. Өздері белгіленген кездесетін дөңнің үстінде отыр. Қолын бұлғайды. Маймаңдай жайылған малдың жүрісіне шыдамы таусылған қыз табынды жотаға қарай қиялата дедектете түседі. Жотадан жүгіріп түскен Сабыр Айзатты аттан көтеріп алды. Көптен көріспеген екеудің шөліркеген ыстық албыр теріндері бірін-бір асыға аттыға аймаласып, ыстық сүйіске көміле берді. Сабырды әбден сағынған Айзат денесін қаусыра сипалап, үйіріп әкеткен қарулы қолдың ырқына көне берді. Мамырдың таңғы самалы екеудің бойындағы лап ете түскен құштарлық сезімнің отын үрлей түсті. Ләззатқа бөленіп шиыршық атқан қос дене көк шалғынға аймаласа құлады. Қыз үстіндегі жұқа жейдені епті қимылмен сыпырып тастаған Сабыр шалқасынан жатқан қыздың кеудесіндегі діріл қаға бір көтеріліп, бір басылған тығыршықтай қос анарды ессіз құмарлықпен еміне аймалайды. Жігіттің әр қимылын жас тәнімен сезініп, ұйып бара жатқан денесін игере алар емес. Әрбір мүшесі тоят таба алмай, тағы дегендей жігіттің әр қимылына жауап қата бастады. Осы сәтте жігіт жайлап қана қыз денесіне бойлап ене берді. Ғажайып тәтті дүние есігіне ене берген қыз тәнін найзағадай бір жарқыл осып өтті. Жанын көзіне көрсетіп осып өткен жарқылдың не жарқыл екенін ұғып үлгермеген қыз тәтті тұңғиыққа қайта еніп жүре берді. Әлден уақытта қыз тәні жігіт бойынан бөлінген ыстық толқынды сезіне, онымен бірге бүлкілдей жөнелген өз тәнінің ләззатын үзіп алғысы келмегендей талықси көзін жұмды. Байланыстың нашарлығы ма, әлде аудан мен қой ауылдың шалғайлығы ма, Сабыр әскерге кеткелі 3 ай өтсе де әлі хат жоқ. Орналасып үлгермеген шығар. Алғаш барғандарға карантин деген болады. Сосын шыға алмай жатқан болар деп өзін өзі жұбатып қойды. Кеше қой ауылға төлшілер келді. 5 жігіттің біреуі Сабырдың ағасы Қанат. Екеуі соншалық ұқсас. Сабырды сағынған қыз кейде шай үстінде Қанатқа елжірей қарап қатып қалатын. Көз алдында ұмытылмас ләззат сыйлап кеткен Сабырдың алаулаған жүзі келеді. Сол кезде бойын ессіз құштарлықтың толқыны билеп, маңдайынан суық тер бұрқ ете қалады. Денесін, әсіресе кіндігінен төмен ұйытып кеткен белгісіз бір сезімді әрең іркіп алады. Қанаттың өзін жиі жағалай бастағанын сезіп жүр. Сылтау тауып мұнымен жиі кездесіп қалады. Ал Сабырдан хат жоқ. Қанаттан сұрауға батпайды. Алыс қой ауылда жатқан ол да аудан жақта өмірден бейхабар. Не айтар дейсің деп қыз жүрегі мұңая қалады. Маусымның алғашқы күнінен бастап қыз жүрегіне әлдебір күдік кірді. Айдың алғашқы аптасы аяқталып қалды. Аяғы ауырлап қалмаса етті. 2 күн бойы жүрегі айнып, одан сайын саса бастады. Таңертеңгілік асқа қарамай оқси жөнелгенін, бүгінгі жайы бар үмітін үзіп тынды. Енді қайтпек. Әкесі сезсе ат бауырына салып сабайды. Діні қатты адам. Ауыл арасында жиілеп кеткен мұндай жайды естіп жүрген анасы өскілікті тәрбие алған. Әйел балан оң жақта отырып бала тапқаны сүйекке таңба. Ата таттырып сүйек сындырды деген жаман атақ сол деп отыратын. Шешесі кешпейді бұл қылығын. Әбден басы қатқан Айзат біресе Сабырды кінәлайды, біресе жігітке тоқтау айта алмай дегеніне көне берген өзінің ессіздігін қарғап жер-жебіріне жетеді. Болар іс болды, бояуы сіңді. Қалай да бір әрекет ету керек. Алдырып тастауға бейгүнә шараның обалынан қорқады. Қартайғанда әке шешесін айналадағы қойшылардың салпетек әйелдерінің өсегіне жем етіп тірідей өлтіретінін ойласа, өмір сүргісі келмейді. Істерге амалы жоқ. Шарадай басы шақшадай болды. Еш нәрсе ойлап табуға қабілеті жоқ Айзат бей-жай отыр. Осы кезде Мархабай қозыны құшақтап мал қорадан шығып келе жатқан Қанат бұған қолын былғады. Қанат. Салы суға кеткен қыз қарманарға қара тапқанына қуанып кетті. Өзін екі оттың ортасына тастап кеткен Сабырды қия алмай, жылай отырып, ұятын ойлаған Айзат бір шешімге келді.
Өзіне ұнатып қалған кісідей елжірей қарайтын Айзат жақындап кетсе құбыжық көрген еліктей едірейіп қалатын. Соңғы кезде өзіне біртүрлі жылылық танытқандай ма қалай, қыздың бұл қылығы Қанатты үміттендіріп жіберді. Сүйкімді қара торы қызды бірден ұнатып қалды. Табиғаты тұйық жігіт сезімін білдіруге имене берген. Қыздың өзіне кетәрі емес екенін сездіргелі бері бойында батылдық пайда болды. Қозыларды қарауды ұмытып, олар ұйлығып жетеуі бірдей өліп тынған бір түн бәрін шешті. Арада апта өткесін ауылға атпен барып қайтқан Қанатпен ілесіп келген әке шешесі Айзатқа құда түсіп қайтты. Әскери дайындықта болып, 3 айдан кейін ғана хат жазуға рұқсат алған Сабыр алғашқы 2 хаттың бірін Айзатқа арнады. Үйдегілерге мекен жайын білдіріп хабар жіберді. Арада аз уақыт салып, үйден келген хаттың ішінен шыққан ағасы Қанаттың үйлену тойына түскен суретін көріп, төбесінен жай түскендей болды. Өзінің хатын асыға күтіп жүр деп сенген қалыңдығы туған ағасына әйел болып жатса, мұнан асқан солдат үшін соққы бар ма? Не болғанын білгісі келіп, Айзатқа хат жазуға қанша оқталса да, оның өз үйіне баратынын, хаттың ағасының да қолына тиерін ойлап, ол ойынан еріксіз бас тартты. Қанаттың өңде екені рас, тек өзін айырбастауға басқа еркек кіндік таусылғандай жан тәнімен сүйген, әлі де болса ұмыта алмас Айзаттың туған ағасын таңдаған қылығына түсіне алмай күйінді. Шытырманы көп әскери өмір жігіт жүрегінің жарасын жаза бастады. Дегенмен де сүйгенін басқаға қия алмас қайран көңіл әлі де қиналып кетеді. 2 жыл көзді ашып жұмғанша өте шықты. Қайтуға 2 аптадай ғана уақыт қалды. Осы тұста елден жеткен қаралы жедел хат Сабырды уақыты бітпей әскер қатарына босатты. Ағаң қайтыс болды, тез жет деген 5 сөз жүрегіне шаншудай қадалды. Қанатым, жан ағам, өкпеге тіпті қызғанышқа да қиып жіберген, тете өскен ағасын өлімге қия алмай ұзақ жылады. Дәл шығарар күні жаназасының үстінен жеткен Сабыр бауырымдап боздап келіп, кигізге оралған ағасының мәйітіне өкіре құлады. Бұл көрініс жаназаға жиылған жұрттың көңілін босатты. Көзіне жас алмаған пенде болмады. Мәйіттің жанында отырған Айзат сол сәтте талып түсті. Сылқ етіп құлап бара жатқан жас келіншекті байқаған Сабыр жас жуған жанары тұманданып демей берген. Былқ-сылқ еткен жас денені көтеріп алып, олардай шулап жылаған елдің арасымен алып өтіп, үйге кіреберістегі төсекке шалқасынан жатқызды. Келіншектің Айзат екенін сонда барып таныды. Нашатыр спиртін ескерткесін селк етіп көзін ашқан Айзат Сабыр деп күбір етті де қайта талықсып кетті. Қанаттың қырқын беріп зират басына барып қайтқан көптің соңында ілбіп келе жатқан Айзат өз ойымен арпалысуда. Өзінің ар-ұятын үнсіз көтеріп алған Қанаттың байыпты, ақылды жүзі мен Сабырдың күн сайын көретін жауап күткен сұраулы жүзі кезек алмасып жанына маза берер емес. Үйленгеннен кейін 7 айда 9 айлық балпанақтай ұл туған бұның жанын қинап басы артық бір сұрақ қоймап еді жарықтық. Кешкісін ұйықтап жатқан сәбидің жүзіне үңіліп, өзіне ұқсастық іздеумен болады. Арман Қанатқа қатты ұқсап туды. Тек сәбидің иегіндегі терең ойық пен оң жақ бетіндегі терең шұңқыр Айзатта да Қанатта да жоқ еді. Ол екеуі де арманға айнымай қонған Сабырдың белгілері болатын. Бұл ұқсастықтың Сабырдың өзі де байқаған сыңайлы. Өткенде есік алдында ойнап отырған Арманды алдына алып, оның иегіндегі ойық пен бетіндегі шұңғылды сипап, дәл сондай өз бетіндегі белгіні басып көріп ойланып отырған үстіне түскенді. Өзін байқап қалған Сабырға жұмбақтау жымиып бас изеп өте берді. Қанат қайтқалы бері Арман да Сабырдың қойнынан шығар емес. Сәби жүрегі сезе ме кім білсін. Өткен жолы телевизор көріп отырып, Сабырды папалап барып алдына шығып отырып алды. Ештеңеден хабары жоқ қарттар, құлыным-ай, Сабырды папасына ұқсатып жүрау, алда қарғамай деп көрсініп, көз жастарын сығып алды. Бірі қайны бірі жеңге болып сүйіскен 2 жүрек бір шаңырақ астында 2 бұрышта аһ ұрды. Көзден кетіп, көңілден суылған 2 жыл серік болған Қанат келіншек үшін ұмыт бола бастады. Оның есесіне көз алдында жүрген Сабыр күндіз күлкі, түнде ұйқыдан айырды. Қанатпен өткен 2 жылда ел болып, Сабыр сыйлаған алғашқы төсек ләззатындай сезімді сезініп көрген емес. Кейде Сабырдың ыстық құшағы түсіне еніп, түсінде ғана рахат табатын. Өзінің Сабырды әлі де ессіз сүйетінін жарықтық күйеу тірі күнінде мойындап, қайнысының келер уақыты жақындаған сайын бойын бір қорқыныш билеп алатын. Інісі мен әйелдің арасындағы бұл байланыстан бейхабар болса да, Құдай солай шешті ме, әлде маңдайына жазған ғұмыр келте болды ма? Әйтеуір Қанат аз ғана қиналып,
бұл өмірден ваз кешті. Бірақ аптада аузы мұрнынан қан кетіп өмірден өтті де кетті. Ауданда мұндай жас өлімдер көбейіп кетті. Бір жағы Семейдің полигоны, бір жағы мына тиіп тұрған Тарбағатай тауларының, ар жағындағы Қытайдың Лобнер деген атом полигонының әсері дейді жұрт. Кімді қандай тағдыр күтіп тұрғанын бір Алла біледі. Ал өзі бүгін екі аттам жерде қабырғаның ар жағында жатқан сабырдың ыстық демін аңсап, бойын жайлап алған құмарлықпен алысуда. Ләззат аңсап сансыраған әйел санасы анда-санда селт етіп көмескілене бастаған күйеуінің аруағынан кешірім дәметіп, кешір қанат, кешір деп күбірлеп кетеді. Ата-енесі бүгін таңғы салқынмен атарбасын жегіп көрші ауылдағы кіші қыздарына кетті. Бүгінде жанар жағар майдың тапшылығынан ауылдағы жұрттың бәрі темір тұлпарларын қаңтарып қойып, көбіне атарбамен жүретін болған. Екі ауылдың ортасына жастар атты жегіп алып, такси ретінде де ақша тауып жүр. Техниканың даму шегіне жеткен 20 ғасырдың аяғында шалғайдағы қазақ ауылдарында осындай жайлар болып жатады. Қарттарды аттандырып салып, сиырын сауып, малды үйдің сыртына өргізіп жіберді де, жантая тұрмақ болып өз бөлмесіне қарай өте бере, сол жақтағы сабыр жатқан бөлменің есігінен қалай енгенін өзі де білмей қалды. Кеудесін жалаңаштап тастап, тәтті ұйқы құшағында жатқан сабырдың өзі жақсы көретін иегіндегі ойықты сипамаққа қолын апара берді. Сол сәтте сабыр келіншектің білегінен ұстай алды. Қарулы қолдың қарымына жақсылық жасауды ойламаған айзат еріндерін ашып көзін жұма берді. Енді бір сәтте жалындап жатқан жігіттің құшағы мен толықсыған келіншектің шиыршық атқан денесі сезім толқынындай болған көк торғын көрпенің астында біресе асау толқындай тулап, біресе жай ғана бүлкілдеп жатты. Әбден тоят тауып шаршаған, ұғысқан екеу бір-біріне еркелей жымиысып, құшақтарын қайтып айырмастай қаусыра түсті. Адасып табысқан қос жүрек бірге соғып, бірге тыныстап жатты.